Бұл атам заманда болған еді. Тау ішіндегі бір жазирада таза бұлақ бар болатын. Әкесі мен баласы баққан қойларын суаруға сол тұмаға жабатын. Олардың отарында бір күзде туған, яғни марқа қозы бар еді. Сол марқа қозы күндерде бір күн бұлақтан су ішіп, сусынын қандырып алуға бел байлапты. Кенет суды рахаттанып сіміріп жатқанда, оны бұлақ өзіне тарта бастайды. Қозының суға батып бара жатқан көрген бала жүгіріп барып оны құтқарып алуға тырысады. Бірақ қозыны шығарып алуға әлі жетпейді. Сонда бала әкесін шақырады. Әкесі баласына көмекке келеді де, қозыны екеулеп тарта бастайды. Сөйтіп, бірлесе қимылдап, оны құтқарып қалады. Ал бұлақтан бір кезде ылық етіп мол су көтеріледі де, көл болып, күллі жайылымды басып кетеді. Сол уақыттан бері оны марқа көл, күзгі қозының көлі деп атап кеткен екен.